тарих пен сана, әдебиет пен мәдениет бүгінгі күннің алтын қазынасы. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасына 4 жыл толды. 4 жылдың аясында төрткүл дүниені тамсандырған жоғымызды түгендедік. Өлгеніміз қайта тіріліп, өшкеніміз қайта жанғандай болды. Тереңкөл ауданында рухани жаңғыру бағдарламасының аясында көптеген қыруар еңбектер атқарылуда. Соның бірі және бірегейі Назғоңыр фольклорлық ансамблін ерекше атап өтуге болады. Ол біздің өнер майталмандарының әр ұлттық аспаптарда еркін ойнап, халыққа тарихымызды, әдебиетіміз бен мәдениетімізді жеткізе білу шеберлігі тұр. Ғасырлар бойы әр қазақтың жүрегін тербетіп келе жатқан домбыра. Қасиетіне абыздың, ел тағыда қанықты, үнін тыңдап қобыздың, содан ғибрат алды. Атадан бабаға, бабадан балаға дейін мирас болып осы күнге дейін жеткен біздің көне аспабымыз созылы. Қазақтың кең даласы, толған аңыз ертегі, сайы менен саласы, шаңқобыз аспап, соның сырын шертеді. Аңыз екен бізге жеткен бүгінде, әр аңыздың шындық жатыр түбінде, халқымыздың қазыналы тарихын ұмытпайық, міндеттіміз білуге. Рухани жаңғыру бағдарламасының 4 жылдығына арналған челленджді Баянауыл ауданынан қабылдап, Железин ауданына жолдаймыз.